Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі пәні 67-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы зат есім. 9-шы жаттығу. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Құмға салған сурет. Жұрттың баласы хаттанып, сабақ оқығанда мұның қолынан бар келгені сұқ саусағымен құмға сурет салу. Болмаса қашау, пышағын ала жүріп, тас пен ағаштан мүсін жасау. Бала, әкең қасте марқұм момын кісі еді. Мынауың біз білмеген өнер екен, деді бір күні Әбілханның ағаштан жасаған мүсіндерін көрген Түргенбай ұста. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа. Сурет салуға талабың бар екен. Оқуың керек шығар, балам, деген еді бірде ол. Осы сөз оның алдынан бақыт шырағы болып жылтырады. Мәтіннің авторы Кәдір Сауырұлы. Суретші ата. Шал көденің гүлін-ай, елге тартқан сыйындай, ақындардың алыбы мынау Біржан Сүйінбай. Мына сурет жасымнан, көзіме оттай басылған. Аман келді атамыз, алмас қылыш асынған. Күткен дихан ақ самай, мынау әсем бақшанай. Көз тартады кең жайлау, алаулайды қапшағай. Мынау тауды қашаған, батыр кенші жас адам. Өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Өлеңнің авторы Нұрсұлтан Әлімқұлов. Енді сұрақтарға жауап береміз. Мәтіндерде кім туралы айтылған? Мәтіндерде белгілі суретші Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Мәтіндерді көркем шығарма түріне ажырат. Бірінші мәтін әңгіме, қара сөз түрінде жазылған. Ондай шығармалар прозалық шығармалар деп аталады. Екінші мәтін өлең. Ондай шығармалар поэзиялық шығармалар деп аталады. Келесі мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып көр. Мәтіндердің ұқсастығы ортақ тақырыптары. Айырмашылығы бірі әңгіме түрінде, екіншісі өлең түрінде жазылған. Суретші ата мәтінінен зат есімдерді теріп жаз, қайсысы жалпы есім, қайсысы жалқы есім екенін айт. Жалпы есімдер ел, гүл, сый, ақын, сурет, көз, от, қылыш, диқан, самай, бақша, жайлау, адам, ата. Жалқы есімдер Шалкөде, Біржан, Сүйінбай, Амангелді, Қапшағай, Әбілхан. 10-шы жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Мүсін әртүрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Зат есімдерді тап. Олардың үстіне з, е деп белгіле. Мәтіннен зат есімдерді табамыз. Мүсін зат есім. Сазбалшық, ол да зат есім. Бедер зат есім. Мүсін сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Мүсін сөзі жазылуы мүсін, айтылуы мүсін. Деп айтылғанымен жазылғанда дыбысы жазылады. 11-ші жаттығу. Сызбаға қарап, жалқы және жалпы есім туралы қорытынды жаса. Жалпы есім әнші, жалқы есім Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Дінішев. Жалпы есім күйші, жалқы есім Құрманғазы, Дина, Дәулеткерей. Жалпы есім мүсінші, жалқы есім Бақытжан Әбішев, Хакімжан Наурызбаев, Ескен Сергебаев. Жалпы есім дегеніміз
заттар мен құбылыстардың ортақ атауы. Ал жалқы есім дегеніміз жер, су аттары, газет, журнал атаулары мен адамның аттары. Келесі тапсырма: зат есімдерді жалқы, жалпы, жекеше, көпше түрлеріне ажырат. Әр сөздің қандай сұрақтарға жауап беріп тұрғанын айт. Ойыңмен бөліс. Бізге мұражай, экспонаттар, мүсінші, кілемдер, төсеніш, портрет, Әбілхан Қастеев деген сөздер берілген. Оларды жалпы, жалқы, жекеше, көпше түрлеріне ажыратамыз. Мұражай не деген сұраққа жауап береді? Жалпы есім, жекеше түрде. Экспонаттар нелер деген сұраққа жауап береді? Жалпы есім, көпше түрде. Мүсінші кім деген сұраққа жауап береді? Жалпы есім, жекеше түрде. Кілемдер нелер деген сұраққа жауап береді? Жалпы есім, көпше түрде. Төсеніш не деген сұраққа жауап береді? Жалпы есім, жекеше түрде. Портрет не деген сұраққа жауап береді? Жалпы есім, жекеше түрде. Әбілхан Қастеев кім деген сұраққа жауап береді? Жалқы есім, жекеше түрде. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.